Армағайын. Саламатсыз. Қазір сағат таңғы 07:39. Алматы-Ташкент трассасында тоқтап тұрмыз. Алматыдан шыққанымызға 3 сағат болды. Мақсатымыз көлігімізбен Өзбекстанға саяхаттау. Жалпы сапарға 10 күн жұмсамақпыз. Сол 10 күнде 4000 шақырымға жуық жол жүреміз. Видеоға лайк басып комментарий қалдырыңыз. Біздің әлемді шарлауымызға себепкер болыңыз. Өзбекстанның көне қалаларын тамашалап, халқымен тілдесіп, мәдениетімен танысуды бұрыннан ойлап жүргенбіз. Міне, жол түсіп, сапарға шығып барамыз. Жалпы 10 күнде 4 шаһарды аралағымыз келеді. Біріншісі Қазақстанға ең жақын орналасқан Ташкент. Көрші ел аумағына жібек жолы бекеті арқылы кіруді жөн санадық. Шекарадан өтуге 4 сағат уақыт кетті. ПТР тест тапсырдық, құжаттарды толтырып, машинадағы заттарды тексерттік. Осы жерде қызық оқиға болды. Ақша айырбастау үшін шекарада тұрған банкоматқа $100 салған едік. Ол долларымызды жұтып, орнына бір чек беріп, сум шығармай қойды. Шекарашылардан көмек сұрадық. Олар банкке хабарласып, мәселе ертең шешіледі деп сендірді. Қолымызда чек бар, артық уайымға салынбай, қажет нөмірлерді алып, Өзбекстан аумағына өтіп кеттік. Ташкент шекараға тиіп тұр екен. 10 минутта жетіп бардық. Енді алдын ала броньдап қойған қонақ үйді тезірек тауып қоныстану керек. Фирдауси 12. 12 қайсыйды? Нама? Отель ма мынау? Это следующий, вон туда прямо надо идти. Бяхке. Аравар картаға жүріп берген. Смотри, гостиница нужна. Там написано Фирдауси 12. 3 по 10. Вот так я проеду, да? Так? Да, вы должны обойти. Объехать, да? Через Махалю. Қателесіп кетіп біз. Қазір жергілікті адамдар айтып жіберді, былай бар деп, соған бармыз. Айтпақшы, біз Ташкенттеміз. Ташкентке машина айдау қиын екен? Қазір машина бұрып алайыншы, білмейді. Жалпы Ташкенттің өзінің машина жүргізу мәнері бар екен, жүргізушілерінде. Оның ең басты ерекшелігі не болса да тоқтама, ешкімге қарама, поворотниктарды қоспа, секундомер жоқ. Янар көбір сөйледің ғой. Қысқасы қиын десейші, қиын. Қысқасы. Екінің бір айдай алмайды, е? Жалпы жағдайды түсінгендіктен бірден ортаға сіңісіп кеткен сияқтымын. Өйткені тез, қажет жерге тез жеттік. Ешқандай кедергісіз, ешқандай қиындықсыз. Жаңа шекарада 4 сағаттан астам уақыт тұрдық. Мен шыдамадым. Жазира шыдаған жоқ, Жазираның көңіл күйі түсіп кетті. Ал мен енді бұған дейін бірнеше рет бұл шекараны өткендіктен шамамен осы дүниеге дайын болып келдім да. Қазір біз блокты осы жерде тоқтатайық, өйткені біз қазір қонақ үйге тезірек жетпесек, кеш батып кетеді бір. Біздің алып қойған уақытымыз өтіп кетеді, қонақ үйсіз қаламыз. Сондықтан тағы бір кедергі тап болмау үшін Ташкентке келе сап. Ойба. Тезірек қонақ үйге барайық. Қандай нөмір дейсің? Бөлек, ваннасы бөлек. Қонақ үйге қоныстандық. Қазір кешкі Ташкенттің көшелерін аралап супермаркетке келдік. Су сатып алмақпыз. Ана жерде бір ғимарат көріп тұр. Биік біздің Алматыдағы телемұнара сияқты. Мынау не супермаркет біздің қонақ үйдің жанында екен. Супермаркеттен мынандай 1,5 литрлік су және 250 миллилитрлік пепси алдық. Бұның бәрі 10 мың сом төңірегінде болды. Біздің теңгемен шаққан кезде осы 3 сусынға 416 теңге жұмсадық. Өзбекстанда теңгенің құны бар. Өзіміз соған үйрене алмай, қайта калькулятормен тексеріп шок болып жатырмыз. Бірақ шынымен де осының 3 сағатта 416 теңгеге алдық. Айтпақшы, мынандай бір қызық нәрсе болып тұр. Қалаға кеш кіргендіктен карантин ережелеріне сай, бұл жерде сағат 8-де кафелер жабылады екен. Енді соған байланысты біз тамақты осы қонақ үйге алдыртып жатырмыз тапсырыспен. Жеткізіп салу 12 мың сом, 500 теңге. Қонақ үй қалай?
Қонақ үй күшті, жақсы, маған ұнады. Енді ішінде не бар? Жеке ванна туалеті бар, шкаф бар, одан кейін кереует, теледидарды көрдім және тегін Wi-Fi. Аудан тыныш. Сонысымен маған ұнады. Басқа енді әзірге маған Жақын жерде не бар? Жақын жерде супермаркет бар, иә. Басқа минус мен плюсына әзірге айта алмаймын. Ау. Бұл фәниде үш нәрсеге мәңгі қарауға болады депті ежелгінің ойшылдары. Оттың жанғанына, судың аққанына, және мына жігіттің бөлмемізді басқа біреуге беріп қойып, енді сол қателігін түзей алмай, сылтау ойластырып қиналғанына. Мәңгі қарауға уақыт жоқ, әзірге мына көзқарастың өзі жеткілікті сияқты. Жаңа қонақ үй іздейік. Бір. Қысқасы бізде бір қызық жағдай орын алды. Жаңа анау қонақ үйді қатты мақтап қойған сияқтымыз. Дүкенге барып, қайтын ішке кірсек, өкінішке қарай бөлмелеріңіз бос емес екен. Біз қателесіппіз, айып бізден, анау-мынау деп қонақ үйден әдемілеп шығарып салды. Содан шұғыл түрде жаңа қонақ үй іздеп, әрең дегенде қонақ үй таптық. Абырой болғанда бұл жерде орын бар екен. Бірден хабарласып, келіп, жайғасып жатқан жайымыз бар. Бұл қонақ үйге әйелімен жайғасу үшін неке туралы куәлік керек екен. Ал біз Қазақстаннан неке туралы куәлігімізді алып келмеген едік. Содан амалын тауып, бұл кісілердің телеграмдағы номеріне өзіміздің отбасылық суреттерімізді жібердік. Қалай, Жазира? Мына қонақ үй қалай екен? Шынымды айтайын, ана қонақ үйіне қарағанда мына қонақ үй көбірек ұнады. Кез келген жолдан шығуға болатынын түсіндім. Сосын екіншіден неке қию туралы куәлікті сұрағандар ұнады. Сол тұрғыда мән бергендері бір жағынан бір құрмет туғызды Өзбекстанға деген. Енді біз құтылып кеттік ситуациядан, өзіміздің жоба екенімізді дәлелдедік. Сондықтан бәрі жақсы. Қазір енді заттарымызды алып ішке кірейік, қоныстанайық. Қатты шөлдедік. Тағы да суға бара жатырмыз. Тағы да дүкенге. Жаңа қоныстанған Рахат иіннің маңында бір дүкен бар екен. Сол дүкенге бара жатырмыз. Бізбен бірге сол қонақ үйдің қызметкері әпкеміз келе жатыр. Атыңыз кім сіздің? Гүзел ісім. Гүзел әпкеміз. Гүзел әпкеміз. Иә? Мен гостиницада ішлеймін. Қонақ үйде жұмыс істейсіз? Гостиницада тазалық бойынша ішлеймін. Керемет. Өзіңіз қай жақтан боласыз? Мен Самарқандамын. Бұл кісі Қазақстанда жұмыс істепті 5 жыл, нан саттым дедіңіз. Жаңа келсем, бұл кісі айтады маған, сен әйеліңді қалай алдың, үйленген кезде алып қаштың ба дейді. Мен айтам, жоқ, алып қашқан жоқпын десем, қазақтар деген алып қашатын еді ғой деп, сондай әңгіме айтып жатыр. Иә, сондай әңгіме болды, соны бір күліп алды. Жоқ, біз алып қашқан жоқпыз. Әр өңірдің өзінің салты бар, әр өңірдің өзінің заңы бар. Біздің өңірде қызды алып қашпайды деп түсіндірдім. Бұл кісі көргенін айтқан екен, соған байланысты осындай ой қалыптасқан екен бұл кісіде. Міне дүкенге де келдік. Сен де ал. Су алсақ сол жетеді. Үлкен бар ма бір жарым литр? Бар жоғымен ма? Жоқ, мына су. Бұяда бар? Суығы бар ма? Суы? Суық. Мұз. Мұз жоқ. Soğuğu var mı? Soğuğu. Ana бұяда да холодильник. Иә. Болады ма? Иә, супер. Мынау қанша сом? Bu 3000. Bizani so'm. Sizlar Qozog'istonlikmisizlar? Иә. Gostinitsadan misizlar? Иә, рахат иін. O, ana inadami? Bering. Sizga chekizmi? Hanımlarga o'xshab sizlar. Qo'y. 10 ming bunda. Hozir 1 ming. Siz chiqasizmi? Вы на русском умеете разговаривать? Да. На русском. У нас казахи все на русском разговаривают. Qozog'istonlik ekan. Qirg'iziston, Bishkek. Жоқ, Қазақстан. Qozog'istonlik. Qozog'istonlik. Almatami?
Алматыдан. Алматыдан. Кыргызстан dedi. У нас казахи здесь много, гости приезжают, они все на русском разговаривают. И киргизы тоже приезжают, они все на русском разговаривают. Ну, нам интересно, когда вы на узбекском, мы на казахском, как-то понимать, да? Ну, тем более, похожие языки все-таки. Ну да, конечно, без учурам. Вы сейчас находитесь в самом центральном городе. Мне нужно, пожалуйста, Что да? сколько нужно еще мне долларов? Этот район самый центр города, да? Центр города, самый центральный район. И центр города, считается, как сейчас, в котором вы сейчас находитесь. Еще что вам нужно? Ну, что интересно в этом районе, можно там? Ну, интересно, здесь население немножко такая, много населения. Yok zajga. А, здесь густонаселенно, да? Да, густонаселенно. Здесь очень Улицы узкие, я заметил. Узкие, да, здесь дома большие слишком. А этот, кажется, район еще старый, да? Престижный. Да, престижный, да? Старый и престижный. Нет. Да, им интересно. Да, вот так. Но туристов очень много приезжает. Здесь вот у нас район, это вот сейчас, который сейчас находится, это гостиниц очень много. Все туристы здесь. Ташкентпен танысуымыз қонақ үй іздеуден басталса, екінші күніміз банкомат жұтып қойған $100 қайтаруымызбен жалғасты. Шекарашылар берген номерге хостел қызметкері хабарласып, мәселені шешуге көмектесті. Там посмотрят, сверят, если там действительно так вышло с чеком, вы в банк подъедете, они вам деньги дадут. Біз ана банкоматтан ақша аламыз дедік қой. Соларға хабарласып едік. Чекті әкеп берсеңдер, ақшаларыңызды береміз дейді. Содан қызық жағдай орын алды. Біз чекті қоқысқа тастайсақ. Абырой болғанда қоқысты әлі алып кетпеген екен. Банкке бару үшін машинамызды қалдырып, көшеге жаяу шығамыз деп ұйғардық. Метро, автобус, таксимен жүрсек, Ташкентті жақсырақ танимыз ба деген ойымыз болды. Хостел қызметкерінен жол сұрап, жақын маңдағы метро бекетіне келдік. Дұрыс. Не, талон қайдан алады? Метроға кіру үшін адам басы 1400 сумнан төледік, билет ретінде QR код жазылған қағаз берді. Соны турникетке басып ішке өттік. Ташкент метросы 1977 жылы салынған екен, аса терең емес. Өзі 4 бағыттан тұрады, 43 бекеті бар. Жалпы ұзындығы 60 километрге жуық. Кейде пойыздар жер бетіне шығады. Сонысы да бізге қызық болды. 2 пойыз ауыстырып, 7 бекет жол жүргеннен кейін банкке де жеттік. Енді ақшамызды алу қалды. Бұл процесс ұзаққа созыла ма деп уайымдаған едік. Жоқ, банк қызметкерлері мәселемізді тез шешіп берді. Біздің жақсы жаңалығымыз бар. Шекарашылар, қонақ үй қызметкерлері, банк қызметкерлері жабылып жатып, кеше банкомат жұтып қойған $100 қайтадан шығарып берді. Қазір Жазира екеуміз Өзбекстанның орталық банкіне келіп, сол $100 алдық. $100 алып қана қоймай, $300 сомға айырбастадық. Қазір мына сөмкеде 3.180.000 сом бар. Ернардың қалтасында сомға толы, қысқасы шылқыған бай болып келе жатырмыз. Сөйтіп алған бағытымыз телемұнара жақта палау орталығы бар екен. Енді осыны ақшаны жаратамыз, дәмді палау жейміз. Қалтаға 3 миллион сумды салып алып, газельге отырдық. 5 минутта 5 қазан, өзбекше айтқанда 5 қозон палау орталығына жеттік. Бұл мейрамхананың ашылғанына 20 жыл болған. Ауласында үлкен қазандар тұр. Оның әрқайсысына жауап беретін өз аспазы бар. Орталық күніне 1 тоннадай палау пісіріп, 5000-нан астам қонақ күтеді. Мұнда палаудың шайхана палауы, мерекелік палау, ерекше палау деген 3 түрі дайындалады екен. Бізге даяшы қандай палау әкелген білмейміз, бірақ әлемдегі ең дәмді палау осы деп сендірді. Палау жеп, қарын тойғаннан кейін тура 5 қазанның жанында тұрған Ташкент телемұнарасына келдік. Қаланың барлық нүктесінен көрінетін бұл мұнара Алматыдағы Көктөбе телемұнарасына ұқсайды. Тіпті салынған жылдары мен биіктіктері де шамалас. Бірақ бір ерекшелігі Ташкенттегі мұнараға көтеріліп айналаны шолу мүмкіндігі бар. Біз сол мүмкіндікті пайдаланып, қаланы төбесінен бір көрейік деп шештік.
Биіктігі 375 метр. 1978-1985 жылдар аралығында салынған. Мақсаты телекоммуникация, радио хабарлау және туризм. Қорқынышты. 100 метр биіктікке көтеріліп бара жатырмыз. 100 метр. Өзіме бірге құшақтап алып кетейін. Кондиционерде жүрген жерімде. Биіктен байқағанымыз Ташкент жасыл қала. Су ағатын арналары көп, орталық көшелері кең, көліктер әдетте ақ түсті болып келеді. Үйлердің дені жер үй. Қалада кеңестік дәуірден қалған ескі ғимараттарда, кейіннен салынған жаңа ғимараттар да бар. Бірақ алдыңғысының саны көбірек секілді. 15 мыңға такси ұстадық. Төле би бабамыздың басына бара жатырмыз. Төле би кесенесі Ташкент орталығындағы Шайқантәуір кешенінде орналасқан екен. Зерттеушілердің айтуынша кесене дала көшпелілерінің стилінде салынған. Кіреберістегі тақтайшаға өзбек тілінде Қарлығаш би кесенесі деп жазыпты. Оның себебі өз заманында Төле биді халық Қарлығаш әулие атаған. Оған байланысты аңыз да бар. Не деп айтарын білмеймін. Күн қатты ыстық десем тавтология болып кетеді. Бірақ сол шыдамай кеттім. Жаңа ғана Төле бидің, яғни бабамыздың басына барып қайттық. Жатқан жері жайлы болсын, рухы пейіште шалғысын деп дұға жасадық. Төле би бабамыздың бейіті қаланың орталығында орналасқан екен. Тарихтан белгілі, ол кісі осы Ташкентте билік құрған. Сондықтан Төле би бабамызды қазір Қазақстан шекарасынан бөлек жерде жатса да, жат жерде жатыр деп айта алмаймыз. Міне осы Ташкенттің орталығы, күн ыстық. Ендігі жоспар қонақ үйге оралу. Кешкі асымызды сол қонақ үйдің маңынан ішеміз. Мынандай оқиға болды. Ташкентке шығып бара жатыр едік. Гүзел әпкеміз бассейнге суға түссеңші деді. Мен бассейнге қарадым да, бассейн суы лай екен ғой деп кетіп қалдым. Сосын қайтып келсек, қаланы аралап, әпкеміз жаңағы бассейннің суын ағызып, ішін жуып тазалап, қайтын суға толтырып қойыпты. Содан не суға түспеске болмады. Бассейнге шомылып жүрміз. Бассейн әрине жақсы, бірақ кешкі Ташкентте серуендеп қайтқанымыз дұрыс болар деп шаһарға қайта шықтық. Осы жолы бір ерекшелік байқадық. Жолдан өту қиын екен. Адам өтетін жаяу өткел тұрса да, мәшинелер тоқтамайды. Содан адамдардан сұрадық, жалпы бұлай өтуге бола ма, мынау пешеход па десек. Иә, бірақ қарап өтіңіздер, байқаңыздар деп айтқаннан кейін, сол ақырын мәшинелерге белгі беріп тоқта деп әрең дегенде өттік жолдан. Бір-екі көлік қағып кетеді жаздады. Жүргізушілер пешеходқа көп қарамайды екен. Бұдан кейін машиналар тоқтамаса, арнайы өткелді іздеудің қажеті қанша деп, біз де жолды белгі жоқ жерден кесіп өттік. Қысқасы, нағыз Ташкенттікке айналып бара жатырмыз. Ал енді толықтай ташкенттік болмай тұрғанда влогымызды аяқтайық. Шаһардан алған әсерімізді қысқаша жеткізуге тырысамыз. Саған бір сұрақ. Ташкентке келмей тұрып, сен Ташкенттен не күтіп едің? Және Ташкентті көргеннен кейін қандай әсер алдың? Күткен нәрсең болды ма, әлде болмай қалды ма? Бірден айтайын, менде бір тәкаппарлық сезім бойымда болды. Шекарадағы жағдайдан кейін мен тіпті Ташкенттің ішіне кірмей жатып, территориясына кірмей жатып, біз өзбектерді бір ұнатпай қалдым. Бүгінгі 2 күн барлығын өзгертті. Солай ойлағаныма бүгін ұялдым. Себебі өзбектердің қаншалықты мәдениетті екеніне, қаншалықты қонақжай екеніне көзім жетті. Содан кейін жалпы кешкі Ташкентке, таңғы Ташкентке, түнгі Ташкентке ғашық болдым, өйткені өте әдемі. Жалпы алған әсерім осындай. Жаман ұлт болмайды, жаман адам болады. Иә, жаман ұлт болмайды, жаман адам болады. Сондықтан да кешірім сұраймын. Мен Ташкентке келмес бұрын бір кеңестік заманнан қалған бір ескі қаланы көрем деп ойладым да. Бірақ келген кезде жаңа ақырынан ашылған мүлде басқа қаланы көрдім да. Және сол қала маған қатты ұнап қалды. Күткеннен зор болды. Иә, менің күткеннен зор дүние болғаннан мен вау дедім да.
Ташкент Алматыға ұқсайды екен бір. Ұқсайды. Бірақ өзінің бір колориті бар да. Егер сіз Өзбекстанға келемін деп жоспарласаңыз, және сіздің уақытыңыз көп болса, Ташкентке 2-3 күн, тіпті одан да көп күн бөлуден қорықпаңыз. Өйткені Ташкентте көретін жер көп екен расында. Ташкентті бірнеше күн араласаңыз да артық болмайды. Енді тағы да бір айта кететін нәрсе, ол Рахат Inn деген біз қоныстанған қонақ үй. Біз осы қонақ үйдің қызметкерлерінің қарым-қатынасына байланысты, бізге деген қарым-қатынасына, және қонақ үйдің ыңғайлығына орай осындай кішігірім ақысы төленбеген жарнама жасағымыз келіп тұр. Өте керемет қонақ үй. Егер Ташкентке келемін деген жоспарларыңыз болса, осы қонақ үйді таңдаңыздар. Booking.com'да бар. Қаланың тура ортасында орналасқан, таза, ыңғайлы. Бүгіндікке осы, ертең Бұқараға қарай жолға шығамыз. Ол сапарымыз қалай өткенін влогымыздың 2-ші санында айтамыз. Саяхаттайық, ел мен жер көрейік. Таным көкжиегіміз кеңейсін. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Лайктарыңыз Ернар екеумізге шабыт сыйлайды.